Сіздер ме 12.01.19 білімгерлері, бүгін кесте бойынша кезектегі сабағымызды бастаймыз. Экранға назар аударыңыздар. Бүгін 14 қыркүйек 2020 жыл өтілетін пәніміз автокөлік саласында қолданылатын металдарды, олардың қорытпаларын, материалдарды қолдану. Бүгінгі сабақта зертханалық тәжірибелік жұмыс өтеміз. Зертханалық тәжірибелік жұмысымыздың нөмірі 1, тақырыбы металдың қаттылығын Бриннель және Роквелл әдістері бойынша анықтау. Сабақ жоспары: металдың қаттылығын Бриннель әдісі бойынша анықтауды үйрену. Екінші, металдың қаттылығын Роквелл әдісі бойынша анықтауды үйрену. Үшінші, металдың қаттылығын Виккерс әдісі бойынша анықтауды үйрену. Демек, экранға жақсылап қарап отырамыз. Экранда Бриннель машинасы көрсетілген. Қаттылықты анықтайтын автоматты рычагты пресс. Қазір мен бұл пресстің құрылымын және жұмыс принципін айтып өтемін. Мен әрбір деталды бөлшектерін айтқанда, болмаса олардың орындалатын жұмысын айтқанда, көрсетілген санымен айтқанды мақұл көрдім, себебі сіздерге сол түсінікті болады деп ойлаймын. Демек, қаттылықты анықтайтын автоматты рычагты пресс құрамы мынадай: бірінші станина, екінші шпиндель, үшінші шпинделге бекітілген шарик пен наконечник, төртінші стол, бесінші сыналатын үлгі, алтыншы рукоятка, жетінші винт, сегізінші көрсеткіш, тоғызыншы пружина, оныншы электр қозғалтқыш, 11-ші эксцентрик, 12-ші шатун, 13-ші рычаг, 14-ші ілгіш және 15-ші жүк. Ал енді бұның жұмыс істеу принципі қандай? Жақсылап схемаға қарап отырамыз. Біз столға үлгіні орнатамыз. 5-ке электр қозғалтқыштың 10 түймешесін басамыз. Прессті іске қосқанда электр қозғалтқыш эксцентрикті айналдырады. Эксцентрик бізде 11 мен белгіленген. Эксцентрик шатунды 12-ні төменге қозғалтады. Рычаг 13 төменге түседі және ілгіштегі 14 пен жүк 15 түседі де шарикке жүктеме түсіп үлгіге соғылады. Электриктің қысылады деп жатырмыз. Электриктің әрі қара айналуы нәтижесінде кері процесс болып, шариктен жүктеме ажыратылады. Жүк пен ілгіш және рычаг өз орнына барғанда автоматты түрде сигнал беріліп, электроқозғалтқыш өз жұмысын тоқтатады және столда өз орнына барады. Ал сыналатын үлгіде қалдырылған із өлшеніп, қаттылық анықталады. Одан кейінгі суретте Бриннель машинасының жалпы көрінісін көріп тұрсыздар. Енді бұл әдістің мәні белгілі диаметрдегі шарик бекітілген уақыт ішінде белгілі бір П күшімен сынауды үлгіні сығымдайды. Жүктемені алғаннан кейін үлгі бетіндегі қалған таңбаның диаметрі өлшенеді. Демек, бағана столдың үстіне үлгі қойдықта, біз басына шарик бекітілген құралмен, демек шарикпен біз жаңағы үлгіге із қалдырдық. Соның қаттылығы бойынша анықтап жатырмыз. Демек, қаттылық Бриннель бойынша көріп отқандарыңыздай HB тең бөлшектің үстінде 0,102 көбейтілген П бөлінген F. Бұнда П жүктемесі, F таңба бетінің ауданы миллиметрде, D шарик диаметрі, кішкене H таңба тереңдігі және D таңба диаметрі миллиметрде есептелінеді. Демек, одан кейінгі Бриннель бойынша қаттылықты анықтау сынаудың стандарт шарттары бұл П тең 29420 ньютон және бұзылу ұзақтығы 10-15 секунд. Бұл мест бойынша белгіленген, мест 90/2-59 сынаудағы материалға түсірілетін жүктемені, сонымен қатар материалдардың жүк астындағы төзімділік уақытын регламенттейді. Демек, одан кейінгісі Роквелл типіндегі жұмыс. Бұл жасайтын, оны өлшейтін прибор ТК2 деп маркаланған. Қазір сіздер бірінші жалпы көрінісін көрдіңіздер бұл прибордың. Одан кейін бөлшектерін санмен белгілеп, нақты көрсетіп қойған жаңа суретін көріп тұрсыздар. Мұндағы Роквелл приборында құрылысы бойынша бірінші шпиндель, екінші винт, үшінші оправка, төртінші ұдайы жүк, бесінші алтыншы жүктер. Демек, төртінші ұдайы жүк деп оны бөліп отқанымыз, әрдайым
ілініп тұратын жүк өзінің әсерін тигізіп, ал 5-6 жүк керекті кезінде жаңа жұмыс алып баратын несі бар. Демек, 7-ші стол, 8-ші үлгі, 9-ші маковик, 10-ші винт, 11-ші пружина, 12-ші индикатор, 13-ші қорғау қаптамасы, 14-ші доңғалақ, 15-ші арқан, 16-ші электродвигатель жетегі, 17-ші тумблер, 18-ші клавиш, 19-ші кулачкалы блок, 20-ші жүк рычагы, 21-ші шток және 22-ші ілгіш. Енді мен қазір жұмыс принципін айтып өтемін. Саныменен қосып, қарап отырасыздар, жақсылап естіп. Роквелл приборының жұмыс істеу тәртібі былай. Сағат тілі бағытымен рукоятка 9 айналғанда, оған қосылып винт 10 айналады да, ол столды 7-ні көтереді. Осы уақытта үлгі 8, конусты шарик немесе алмаз оправкаға 3-ке қысылады. Маховик айналуын жалғастырып, пружина конусты алмаз сыналатын үлгіге қысыла бастайды және индикатор шкаласы бұрала бастайды. Осылайша қызыл нүктеге дейін жалғасады. Соңында кулачокты блок автоматты түрде өшеді, ал сыналатын үлгіде қалдырылған із өлшеніп, қаттылық анықталады. Демек, Роквелл бойынша қаттылық HR тең А минус бөлшектің үстінде кіші H минус H индексі 0 бөлінген С. Мұнда А қолданылатын шкалаға байланысты таңдап алынған тұрақты көрсеткіш, H индексімен 0-мен алдын ала түсірілетін жүктеменің әсерінен ұштықтың сығылу тереңдігі, H-тың өзі алдын ала түсірілетін P индексі 0 жүктемесі болған кезде P1 индексті жүктемесін түсіргеннен кейін өлшенетін жүктемесінің әсерінен ұштықтың сығылу тереңдігі. С өлшеуіш құрылыс шкаласы бөліктерінің қаттылықтық шарты бірлігіндегі бағасы. Демек, одан кейін Виккерс приборына өтеміз. Мұнда Виккерс приборының кинематикалық сызбасы көрсетілген. Виккерс приборында мен қазір жұмыс істеу принципін айтып өтемін. Виккерс приборында механизмнің педалын 23-ті басып, жетекті қосамыз. Қосу нәтижесінде жүктің 18 әсеріне бутылка 24 төменге түседі. Және осы бір уақытта жүк рычагы 10 шток 20 әсерімен алмаз пирамида 2 үлгіні 14-ке қысады. Май амортизаторының 17, поршеннің 25 жүрісінің соққысына шток 20 өзінің бастапқы орнына келеді және жүктеме ажыратылады. Үлгі шыдамдылығы лампочка 29 дабылымен тіркеледі. Демек, лампочка көрсеткіші көрсетеді, сонда бұл шыдамдылық тіркеледі. Ал енді Виккерс қаттылығы бойынша міне HV тең 0,02 PF формуламен шығарылады. Мұнда P жүктеме, F таңба үстінің ауданы квадрат миллиметрде өлшенеді. Бүгінгі зертханалық сабағымыз бойынша білуіміз керек болған материалдардың мазмұны осы. Сіздерге жіберілген тапсырмаларды жақсылап оқып, жинақтап, үй тапсырмасын орындап, кері байланысқа шығыңыздар. Сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.